Мен түнге жақын достарыммен кездесіп келе жаттым. Мен тыныш жерде жүргім келді, сол үшін мен таксиге мінбедім. Далада бірде-бір адам жоқ болды. Мен жолдың арғы бетінде бір баланы көрдім. Ол түнгі сағат 12-де бір өзі ойнап тұрды. Ол мені байқады. Мен одан ата-анаң қайда деп сұрадым. Ол үндемеді. Мен полицияға хабарласқым келді. Бірақ мен полицияның номерін тергенде ол қоңырау бармады. Ол бала маған бір қағаз берді. Ол қағазда номер мен Артур деген ат тұр. Номер оның анасының номері, ал ат ол баланың аты екенін түсіндім. Мен хабарластым, дыбыстық сигнал барды, аяғында біреу көтерді. Мен енді бір нәрсе айтайын дегенде бір жылап тұрған әйел, бұл күлкілі емес, маған хабарласпаңдар, әйтпесе полиция шақырам деді, және телефонды қойып қойды. Ол бала жоқ болып кетті. Мен ол баланы шақырдым. Мен ол баланы мені мазақтап кетті деп ойладым. Сосын үйге қайттым. Ноутбуктан ол баланың аты мен көшені жаздым. Ол жақта көргенім мені қорқытып жіберді. Ол бала бір ай бұрын машина қағып кетіпті. Ал ол баланың анасына сіздің балаңыз түнде далада ойнап жүр деп айтады екен.